Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Ерболат KZ. Бүгін біз Free Fire ойнауды жалғастыратын боламыз. Сіз біздің каналымызға подписаться етпеген болсаңыз, подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Менің каналым егерде 50 подписчик жиналса, мен өте қызықты стримдер түсіретін боламын. Сондықтан өз достарыңызды менің каналыма шақырыңыздар. Неғұрлым тез жиналса, подписчик соғұрлым стримдерді ерте шығаратын боламын. Достар, мен осының алдында салған видеоларымның ішінен мен рекорд орнаттым келіп отыр бүгін. Мен енді ондай қатты мықты ойнамаймын, бірақ нормально ойнаймын. Менің негізгі осы алдында видеоларым ішінде рекордым бір ондай көп емес, бір 11 сондай болып қалады. Ал осы жолы мен соны бір жаңартқым келіп отыр. Қазірден лайк басып, подписаться етіп қойыңыздар, етіп қолдау білдіріп отырыңыздар. Сол кезде мен көп адамдарды өлтіруге тырысамын. Мен бұл жерде Ати Бесмасакиді таңдап отырмын. Себебі бұл жерде үйлер бір-бірімен нығыз орналасқан. Адам өлтіруге өте ыңғайлы, былайша бір-біріңді көре аласыңдар. Пистолеттің оғында алып кете салайық. Негізі пистолетті ондай ана байқұс енді ғана түсіп қалып өліп қалды. Қақтан біреу Бесмасакиде бүгін М14-тер өте көп кездесіп жатыр. Қай жақта оны мен бір досым өлтіріп тастап еді. Достар, мен көрдім оны. Отыр, е-мая. Отыр. Бана осыға қарап бірінші көріп кетеді. Ай, красавчик. Бағана біреу қашып бара тұрады осы жаққа. Ахахахаха. Жоқта.
Каяктасың? Уктасыш бу. Каяктасың? Баганы бирөө атып атыр, тош жактан. Yokta. Yokta sende. Dostlar, уже мен 8 адам öldürdüm. Ha, 9 adam oldu. Yani to'xta atib o'tir qo'y. Ey, yo'qda, o красавчик. Atib o'tir tog'da. Qay yoqda o'tirsiz? To'xtash, men seni to'ldirmash. Kuchim жетет, biroq men seni to'ldirib olay. Dostlar, осы жердегі бағанағы адам қашып кетті менен.
Ұйықтасайш. Ең үлкен балық. Ей, қария, ақылың болса мені жібер. Мен жай балық емеспін. Өкінесің. Шал, қорқып кетеді. Жан-жағына қараса ешкім естімейді. Ойбай, бәлесінен аулақ. Достар, енді қалған адамдардың барлығын өлтірсем, қазіргі рекордым 14 болып тұр. Кішкене тағы да өлтірсем, нормально болатын еді. Үйіне кетіп бара жатса, мынандай жерде бір тасты сөндіреді. Дроп ешкімге керек болмай қалған ба, не оған? Ей, қария деген дауыс естіледі. Шошып кетеді. Мәссаған, бұл қайдан шықты десе, жаңағы тас сөйлеп тұр. Ей, қария, мынау не деп тұр деп құлағын бүйтіп тыңдаса, сен маған таңғалып Оппана, атты ғой. Ха-ха-ха. шынап жібереді. Сонда тастың бетінен бұршақ жас шығады. Сізде әлгі тас кезінде бүкіл хашарды билеген патша болыпты. Бірақ ол өзі өте қатыгез болыпты. Барлығына айтқанын орындататын жалғыз патша болыпты. Бүкіл халық одан қорқады екен. Одан қорықпайтын жалғыз еркек қызы ғана. Bir күні қыз айтады: әке, мен анау теңіздің жағасында тұратын кемпірдің сиқырлы айнасы бар деп естідім. Соны қолға алғым келеді дейді. Аны не қыласың дейді әкесі. Немене, мен ол кемпірден кеммін бе? Мен де сиқырлы айнаның болғанын қалаймын. Жарайды. Мен бүгін ақ саған сол сиқырлы айнаны алып Менің ойымша осы Бисмасакиге келу керек. Себебі мен дроп шақырдым. Дропқа келіп қалар бәлкім. Бізге тапсыр, патша талап етесің. Кемпір келмей, ол кезде әбден ызаланған хан кемпірді алып, Мен ішім пісіп кетті мына жерде отырып тұрып былай жүгірем, іш пісіп кетті. Интернет тартып алды. содан ханның нөкерлері кемпірді бас салып, қолындағы алтын айнасын, сиқырлы айнасын тартып алады да, өзін ашып сандыққа, ішіне кемпірді салып, аузын тарс жауып, Ешкім жоқ деген мына жақта. суға лақтырып жібереді. бұл кезде дүниенің астан кестен шығады. Әлгі адамдардың, нөкерлердің барлығы бірте-бірте кішкентай, үлкен, әртүрлі балықтарға айналады. Ал кемпірдің сиқырлы айнасы бүкіл шаһарды суға толтырып, үлкен Соны көрген хан қарап тұрған күйі қап-қара тас болады. өзімнің қатыгездігімнің кесірінен бүкіл хандығым теңізге айналып, адамдары балыққа айналды. Өзім болсам мінетін тас болып тұрмын. Сондықтан осында балықшылар келе жатса, көптің арасында тұрып мен дауыс беремін, қиқылдаймын. Әйтеуір олар сол жаққа барып мал ауламас екен. Өйткені олардың ішінде менің де қызым бар ғой. Соны естіген шал, Ол дропқа бара алмаймын. бізді мұнда бекер әкелмеген ғой. Мұнда білген бар. Демек, сандықтың ішінен шыққан Бағанағылар қаяқты екенін сол білмей жүрген. екен ғой. Жүрмін қазір. Сол айдаһарды шақырып, ей қаратас патша, сен кешірім сұрасаң, Ой, алмай. бәлкім сенің адамдарыңды қайтадан адамға айналдырар. Бүкіл мына суды тарылтып, халқыңды тірілтіп, өзіңнің ауылыңды, шаһарыңды орнына келтірер. Содан қария дереу тыққан жерінен айдаһардың үстіндегі мынандай қылшығын баптап, тұтатып жібереді. Сол кезде деген дауыс естіледі. Сыртқа шықса, әлгі айдаһар еркіндікке
атып отыр ғой. Қара тас сенімен сөйлескісі келеді дейді. Кел бері дейді. Айдаһарды ертіп, қара тастың Міне. бұршақтай жастарын төгіп. Ол өлді әйтеуір. Кешірші мені кешір алсаң дейді. Сонда айдаһар айтады. Менің сиқырлы айнамды қайтар. Қайда тыққаныңды көрсетсең, соны мен алам да өзімнің сиқыршылар. Тоқта. Оны естіген қара тас Міне. былғарға орап тұрып, оны әкеп берші. Жарқыраған сиқырлы алтайдан алады да айдаһарға әкеп береді. Әкеп бергенде әлгі дәу айдаһар кішірейіп, аяғы кемпір бар. Сонда кемпір не дейді? Ай, қара Аналар екеу екен достар. мен халқыңда Менің күшім жетеді ме екен оларға? сені де кешіргендіктен бәрімді қайтадан адамға айналдырамын дейді. Сөйтіп, теңіздің балықтары бәрі бір-бірден адамға айнала береді. Патша да Ей, өл. Ой, достар, мен достар, енді менің рекордым 16 болып шықты. Егерде мен сияқты бір 16 адам өлтіргілеріңіз келсе, маған подписаться етіп лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.